Шәкірт KZ. Әр шәкірт менің жалғызым. Жетті ме? Қазір. Мына жақта ат-то-и-ору. Қоңсаны فوق қош شجرة шаджара. қандай болуы мүмкін дейсіз сен қазақшасы? الطائر طيران не болды де طيران الطائر жаңағы ғой шықты деген طائر деген құс деген сөз ұшатын құс бар ғой құс иә птица الطائر тайяран сіздер неге умраға ма қажылыққа ма баратын кезде тайяран деп жазылып тұрады ат-таиру мүшедегі тының үстіндегі шаддамыз өзіміз Неге қызылғамыз шадданы? шаддаға мән беру керек мән бермей өтуге болмайды мәтке мән беру керек мынау сияқты шаддаға мән беру керек ат-таиру 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 хамзаның кіруі арқылы жасалып отыр. Ат-таиру ұшушы. Тайыр болса, просто тайыр. Ол птица, е? Тайыр. Құс, е? Мынау да құс. Бірақ бұл жерде артық мағына бар. Ұшушы құс. Жүгіретін, шалмайтын құстар бар, е? Тауық сияқты, е? Ол да құс қой, тауық та құс қой, е? Ол тайыр, просто тайыр құс. Ал мынау қандай құс? Бұл ұша алатын құс. Ұшушы құс. Ұшушы. Катип. Жазушы. Катип. Жазушы деген сияқты. Қари дейді ғой, қари. Қари, оқушы деген сияқты. Бізде таир болып тұр, таир. Жәлдес болса отырушы. Ат-таиру фауқа шажарати, е? Құс бізде, құс бір нәрсенің үстінде. Отыр, е? Отыр. Бір нәрсенің үстінде. Фауқа. Фауқа. Осы фауқа деген сөз қатып қалған. Фатхаға. Фатхадан қимылдай алмайды. Фауқа. Фауқу бола алмайды. Үстінде. Тақта болса, ол да тақта деген астында, е? Тақта болатын болса, ол да фатхамен болады. Амама алдында. Дуара. Қатып қалған әріп қалай айтып жүрді? Жәмит деген. Осы жәмит деген өткен сияқтымыз, е? Жәмит мотасарриф деген сарыпталады. Жәмит қатып қалады. Мынандай сөздер бұлар зарф деп аталады. Зарфтар қатып қалады, е? Кейін өтіледі осы нақу бойынша. Ат-таиру фауқа шажарати. Фауқа шажари ма, шажарати ма? Шажара бізде аят дегенде. Фауқа шажарати. Фауқа шажарати. Шажарати. Ол жерде шаддаға мән бердік және марбутаға мән бердік. Шажара жіңіске болды. Және осы зарфтар өзінен кейін берген существительныйды касраландырып жібереді. Касраға айландырып жібереді. Құранда көп аяттар береді. Тәжри мин тахтихал анхару деген.
аяттан. Астарынан өзендер ағатын жұмақта олар алады. Сол алдында, артында деген сияқты. Осындай сөздердің барлығы жәмит. Қатып қалған. Мынау енді фауқа, үстінде. Құс бір нәрсенің үстінде. Шәжара. Ненің үстінде деп ойлайсыздар? Құс. Дерево. Шежіре. Бізде шежіре. Древо дейді, древо. Древо деген сөз шежіре. Мына жағы ботақ алып кетеді. Шежіре. Осы қаскелеңде мен бір үйге кірген едім, сондай. Осындай бір қабырғаны фото жасап тастапты. Древо. Өзінің жет атасы ғой. Астында 7-ші атағы, үстіне 6-ші атағы бір нәрсе осылай кете береді. Древо дейді соны. Шежіре. Қазақтар шежіре деп қолданады ғой. Шәжара. Жет атасын талмен, дарақпен сипаттайды. Арабтарда да солай. Осы анау пайғамбарлар қиссасы деген бір кішкентай брошюрка кітаптар бар ғой. Сол жерде Абул Анбия деп басталады. Ибрахиммен басталады. Абул Анбия. Ана діңгегі бар ғой. Сол мына жерге Ибрахим деп жазып қояды. Содан кейін Исмаил Исхақ деп мына жерге жазып қояды. Осылай кетіп, Яқуб осылай кете береді. Пайғамбарлардың древасы. Соны шежіре дейді. Бізде қазақтарда да шежіре. Шежіре. Шәжара деген сөз. Тал. Демек құс талдың үстінде. Құс талдың үстінде. Ары кеттік. Сіз оқыңыз келесін. Яқатифу алиул азхар. Қатафа дегенді біліп алсаңыздар, Құранның бір аятын түсінесіздер. Қатф деген жолу деген. Жемістерді жолу, жемістерді. Қатф деген қатф. Сонда біздің яқтифу. Али жайында айтып отыр екенбіз. Али мен ба, сен ба, ол ма? Ол ғой. Яқтифу. Ол. Осы бір аяттың өзі ол дегенді білдіреді. Енді Алидің іс-әрекетіне келейік. Али не істеп жатыр екен? Жұлып жатыр екен. Яқтифу. Яқтифу. Ол жұлады. Немесе дәл қазір жұлып жатыр. Кім ол? Али. Іс-әрекеттің иесі белгілеген бізде. Али. Ғаниюн деген сияқты сөздердің барлығы какой деген сұраққа жауап береді. Али. Үлкен әріп деген жоқ екен де? Олар үлкен әріп болмайды. Али. Алиді өлтір жатаны. Али. Ұстаз, ана подлежащее сказуемое дегенді білесіз ғой, ясыз? Мынау ғой. Соны арабша қалай айтады? Мынау муптада, мынау соның хабары. Муптада, да? Муптада деген бастауыш деген сөз. Хабар деген хабарлауыш. Бізде хабарлауыш демейді қазақта, баяндауыш дейді. Негізгі мағынасы хабарлауыш ғой. Баяндауыш. Сонда Али жұлып жатыр. Нені? Азхарды. Захра. Өткенде Захраны айттық, е? Мынау соның көкшеті. Гүлдерді. Яқтафу алиюни азхара. Ләм келді. Енді біздің ең бірінші әрпіміз алиф. Алиф ләмнің қасында қисайып жазылады. Азхара. Екінші әріп қоса салатты, қисай салатты. Азхара. Бөтен.
Zahra. Bizdeki Zahra o. Azhar. Мәтті бөтен. Mat. O bizim harfimiz емес. O Azhar. Aqlam degan сияқты. Babun abwabun. Qalamun aqlamun. Af'al forması. Aqlam. Көрсетудің жасалуын оны сіздерге жіберемін жібермеппін ғой. Олардың көрсетудің жасалуының 28 формасы бар. Мынау А, сосын тағы да А. Кімді нені болып жатыр, бұл жерде? Кімді нені? Азхарды. Әл-мафаулу бихи деп аталады. Жасалынған. Али жасады жасалынған нәрсені. Али жасады жасалынған нәрсені. Әл-мафаулу бихи насып халде тұрады. Мынау сияқты. Біздің жағдайда өте оңай жағдайда тұр. Біздің насып халінің белгісі көрініп тұр. Бәрі деп аталады. Көрініп тұр. Насып халі біз армандап тұрамыз, насып деген фатхалы болса екен деп тұрамыз. Біздің арманымыз орындалды, фатхалы болды. Насып хали болды. Тура мағынасы Али жасады жасалынған нәрсені. Али жолды гүлдерді. Демек, кімді нені гүлдерді фатхамен болды. Насып жағдайы да болды. Әл-мафаулу бихи жасалынған нәрсе. Демек, Захрун азхарун. Қатафаны жазбаппыз ғой. Қатафаның өзін бір талқылап кетейік. Қатаф. Сырбат ету, жұлу. Қатафа. Бәрі фатха, да? Бәрі фатха өткен шақта. Өткен шақта. Мади. Мади. Қатафа. Яқтифу. Енді мұдар екен. Мудара. Яқтифу. Яқтифу. Жылады, жылып жатыр. Біреу дәл қазір бір нәрсені жылып отыр, немесе жемісті ма бір нәрсені жылып отыр, жердегі жаңағы гүлді ма бір нәрсені. Немесе болар қазір жылып отыр жоқ, болашақта жылып отыр. Екі шақты қатар білдіру ықтимал, Яқтифу, қатыф. Осындай мастарлар өте оңай, қатыф деген. Қатыф. Қатыф. Құранда бірнеше жерде келеді. Құтуфуха дәния. Жатып аласың да, бізде ана алманы алатын кезде бір ұзын таяқ іздей бастаймыз ғой. Алманы ұруымыз керек қой. Бойымыз жетпейді ғой, Орып түсіреміз, түсіріп сосын барып жейміз ғой алманы. Ұжымақта ондай емес деп жатыр. Жәннатқа кіретін болсаң, қатафа бар ғой. Жұлынған нәрсе ғой, құтуф. Құтуфуха дәния. Дәнин дегеніміз жақын деген сөз. Бұл нәрсе жегінге қалды ма? Өрік па? Өрік неде тұрады? Ойбай деп өрікті бүйтіп, ана жақтан бүйтіп таяқпен ұрмайсың. Миыңа алма келді ма? Нәжде алма тұр, жылып аласың. Дәнин. Дәнин деген жақын деген. Дүние деп қолданасыздар ғой сіздер. Қазақта дүние деген. Жақын деген. Дүние жақын енді. Бізге жақын. Дәнин. Дүние. Құтуфуха дәния, қатафа деген осы етістікті біліп алсақ, минимум бір аят, екі аят түсініп тұрасыздар. Қатафа. Демек, Али жолып жатыр гүлдерді. Али жолып жатыр гүлдерді. Мынау сияқты мастарлар халық, мәселен, халық, жарату. Қазақ болып жаратылғандар, халық. Қазақ халқы, халық, махлуқаттар. Келесін оқып жіберейік. Сіз оқып жіберіңіз келесін.
يلعب الغلمان بالكرة Gulmanun muhalladuna. Qur'onda turganda gulman. غلمان Najda gulman debdi. يلعب Yal'abu. G'ulam degan narsa bor, g'ulam. So'ning o'zini jazirlik oldi. G'ulam bala degan so'z g'ulam. G'ulam bala. G'ulam bala. Осы g'ulamning ko'pcha turi bor ekan, g'ilman. Balalar g'ilman Qur'onda keladi. G'ilmanun muhalladun. Это, Надя, надо көпшілік, я поняла, множественное число, а мынау гулям деген Единственный. қалай еді арабша? Муфрат. Фат. Фарида деп ат қоямыз, е? Муфрат. Г'ilman. G'ilman. G'ilman. Это көпшілік. Bu ko'pcha turi. А на арабском как? G'ilman. Жоқ, көпшілік переводы. Jama. Жам, иә? Анау муфрат, мынау jama. Вот солай сөйлейді да ұстаз бізге бар. Да. Как будто біз арабша күшті білетіндей. Я оның бәрін өтіп қойдық қой. Муфрат, jama бәрін айтып өтіп қойдық. Былай сөйлейді ғой, например, когда объяснение етеді ғой, сіз машалла қазақша бізге айтып жатырсыз, иә? Ол кісі сразу муфрат, жама деп кетеді, соны түсінбей қаласың ана жерде. Өйткені Уақыт жоқ. жоқ қой. Уақыт жоқ. Иә, уақыт жоқ. Уақыт жоқ. Ол кісілерде, иә? Иә, имамдар сияқты ғой, ұстаздар деген тура имамдар сияқты олар. Уақыт жоқ. Имамдарда да уақыт жоқ. Білсең біл, білмесең тағы өзің. Өйткені жүктемені жүктеп береді ғой. ана Сондай айтады, емтиханға кіргізбейміз дейді. Жоқ, оларға жүктейді. Ананы бүгін өтесің, мынаны бүгін өтесің, ананы бүгін өтесің, Программа ғой. ананы ертең өтесің. Программа болды. Соны қалай да өте керек ол. Ал сіздер қазір келіп отырсыздар, ондай біз шарт қойып отқан жоқпыз ғой. Еркін бұл жерде. G'ilman демек مفرد пен жамғыды жаңа түсіндіріп отырмын. Я муфрат деген жекеше тіл, жамақ деген жамағат. Оны айтып қойдық. Иә, былай қараса болмай. Бил курати. Машалла. Ял'абу. Ешқандай рөл емес. Кім оқып отқан еді? Ана апа оқып болды иә? Болып берді. Жоқ, ял'абу. Ял'абул г'ilman. Ял'абул g'ilman. Нешінші ол? 10 ма? Жоқ. 9 ба не? 9. G'ilman. 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 G'ilama деген бұл оның негізгі әрпі. G'ilama. Жоқ, бұл жерде нүкте жоқ, ғылымда нүкте жоқ. Мынада нүкте бар. Айманда ол G'ilman. ғилман. G'ulam оның жекеше түрі. G'ilman оның көше түрі. Сонда балалар ойнап жатыр. Ял'абул g'ilmanu. Балалар ойнап жатыр. Немен? Бір нәрсемен. Бил. Топ келді. Бил. Эдіс қой, топ қой. Бил курати. Бил курати. Бил курати. Бил курати.
Кеше бізге шифахия оқытты ойсыз. Кура. Переводта дәл солай. Бірінші, үшінші, төртінші. Дұрыс шифахия деген бұл жерде де бар ғой менде осы. Кеше өз оқыдық қой, переводта қой, бізге үшінші, төртінші. Сол. Да? Иә. Мен ұстаз айтқан былай деп. Бұл жерде жоқ екен. Жатыр кітап. Тут надо же перевод были уроки, ладно, вот что дело. Я абул гильману бил курат. Кур. Сөзі жатамыз. Такуир деген Құранда сүре бар, Такуир осы Курауи деген мағына. Курауи деген такуир дөңгелету деген мағына. Дөңгелету да бұл. Кура дегеніміз ол доп. Дөңгелек. Балалар ойнап жатыр доппен. Би деген бір нәрсемен. Автобуспен келдім, таяқпен ұрдым деген сияқты. Сейчас получается бірінші имя существительное, потом прилагательное, потом глагол. Жоқ, бола берді, ғилман мына жаққа шыға берді, алды. Жоқ, тогда перевод етіп келді. Дәл қазір мына жерде ма? Балалар ойнап жатыр. Балалар ойнап жатыр. Балалар доппен ойнап жатыр деп айтпаймыз да? Бола береді, балалар доппен ойнап жатыр деп айта береміз. Болды. Шәкірт кейзет. Әр шәкірт менің жалғызым.